Иә, біз де сөйтіп жатырмыз. Мына Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның туған айында отырмыз, соңғы күндерін өткізіп жатырмыз. Сондай қасиетті күнде, қасиетті айда отырмыз. Сол Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның күллі дүниеге нұр болып енген ақ пайғамбарымыздың хадистері бар біздің халық туралы. Оны көп адам білмейді. Соның бірінде былай дейді: Алла тағала жамандықты жаратты дейді, адамзатты сынау үшін. Оны жою үшін түркі халқын жаратты дейді. Оны шығысқа орналастырды дейді. Сонда сіздер түркі халқының қары шаңырағы Қазақ деген сол қасиетке ұстап отырған ұлт екендеріңізді бүгін сезбегенмен ертең сезесіздер. Және бүй дейді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: бақ пен ырзықтың тағын Алла тағала түрік жұртының төбесіне орнатты дейді. Ал одан артық не керек саған? Ал ақ пайғамбарымыз тілімен біздің болашағымыз, мәңгілік болашағымыз туралы осылай айтып кеткен көптеген хадистер бар. Ал сол енді соның нәтижесі бізге адаспайтын жол берді Алла тағала. Сөйтіп пайғамбарымызға үммет болуды жазды. Сөйтіп имам ағзам, масхабтардың ағзамын ұстанған имам ағзам рахматуллахи алейхидің масхабын ұстануға нәсіп етті. Құлы Ахмет Яссауи бабамыздың күллі дүниенің темір қазығы силсала шынжырынан ұстауды қазаққа нәсіп етті. Енді не керек бізге одан артық бақ? Енді бізге адасу деген масқара емес пе осындай алтын шынжырдың ұстап отырып? Сол Құлы Ахмет Яссауи бабамыздың өтірік жалған тариқаттардың өтірік тарихын қазып, онымен жұрттың басын айналдырудың түкке де керегі жоқ. Бізге Құдай нұр шынжырын аспаннан салбыратып жүрегімізге байлап қойған. Қазаққа басқа жақтан ілім іздеудің, дін іздеудің ешқандай керегі жоқ. Қазақтың ұлы топырағында бәрі тұр. Көздеріңді ашып қараңдар.